Google'дың бұл сервисін бұған дейін де көрсеткен болатынбыз. Анығырақ айтқанда, Google Classroom арқылы тест құрастырғанда осы сервистің көмегіне жүгінген едік. Google Classroom арқылы тест құрастыру жолын көру үшін осы видеоның сипаттамасындағы сілтемеге басыңыз. Ал бұл видео сабақта біз Google Forms сервисін толығырақ қарастыратын боламыз. Қазіргі уақытта көпшілік ұстаздар бұл сервистің көмегімен тесттерді және сауалнамаларды жасауды жақсы біледі. Дегенмен бұл сервистің көпшілік біле бермейтін сырлары да бар. Мысалы, тестті қалай уақытпен шектеу немесе тест нәтижесіне сәйкес сертификат беру. Бұл әрекеттердің барлығы Google Forms сервисіне басқа қосымшаларды орнату арқылы жүзеге асады. Оны жасау үшін оң жақтағы жоғары бұрышындағы 3 нүктелі дополнительно белгісіне басып, дополнение бөліміне кіріңіз. Бұл бөлімде сіз Google Forms'қа орнатуға болатын жүздеген қосымшаны көре аласыз. Бұл қосымшалардың әрқайсысы әртүрлі қызметтерді атқара алады. Мысалы, тестті уақытпен шектеп қою үшін мұндағы Form Limiter қосымшасына басып, установить батырмасын басыңыз және Google Forms'қа орнатуға келісім беріңіз. Содан соң тест құрастыру бетінің жоғары бөлімінде мына белгі пайда болады. Осы белгіге басып, мұндағы бірінші тұрған Form Limiter бөлімін таңдайсыз. Қосымша ашылған терезеде Select сөзін басып, қандай шектеудің түрін қою керектігін көрсетесіз. Мұнда шектеудің екі түрі бар. Біріншісі уақыт бойынша шектеу, ал екіншісі адам саны бойынша. Бізге уақыт бойынша шектеу қажет. Сол үшін Date and Time бөліміне кіресіз. Ең алдымен күнді, содан соң уақытты көрсетесіз. Ал мұнда тест тапсырушының уақыты аяқталған сәтте көрінетін хабарламаның сөзін өзгертсеңіз болады. Барлығын жасап болған соң Save and Enable батырмасына басасыз. Енді тест тапсырушылар сіз көрсеткен уақыттан кейін бұл тестке қолжетімділік ала алмайды. Тест тапсырушыға сертификат беру үшін де осы әдісті қолданасыз. Қайтадан дополнение бөліміне кіріп, мұндағы Certify EM қосымшасын орнатасыз. Бұл қосымша Forms'қа орнатылып болған соң, негізгі беттегі дополнение белгісін басып, Certify EM қосымшасының негізгі терезесін ашасыз және барлық талаптарға келісесіз. Содан соң мұндағы бірнеше баптауларды орнатасыз. Ең алдымен Turn On сөзіне басып, қосымшаны іске қосасыз. Бірақ бұл бөлім қосылу үшін сізге келесі амалдарды орындау қажет. Бірінші, Google Forms'ты тест түріне айналдыру. Оны жасау үшін мына белгіге басып, мұндағы Test бөлімін таңдайсыз. Содан соң мына белгішені қосасыз және сохранить батырмасын басасыз. Екінші, ең алғашқы сұрақты адамның аты жөнін жазуға қалдырасыз. Яғни мұнда нұсқалары болатын сұрақ жаза алмайсыз. Сұрақтың түрін өзгерту үшін один из списка сөзіне басып, оны текст строка сөзіне ауыстырасыз. Үшінші, кем дегенде бір сұрақ қосыңыз. Ол үшін мұндағы плюс батырмасын басып, сұрақты жазыңыз және нұсқаларын енгізіңіз. Төртінші, дұрыс жауапты енгізіп,
оған қажетті балл бересіз. Ол үшін ответы бөліміне кіріңіз, дұрыс жауапты таңдаңыз, баллды көрсетіңіз және готово батырмасын басыңыз. Енді ғана сіз еш уайымсыз Certify EM қосымшасын іске қоса аласыз. Содан соң сертификат алуға мүмкіндік беретін деңгейді процентпен көрсетесіз. Мысалы 80% бөлімін таңдасаңыз, тест тапсырушы тесттен 80% нәтиже көрсеткенде ғана оның электронды мекен-жайына автоматты түрде сертификат жіберілетін болады. Келесі қадамда сертификат үлгісін таңдайсыз. Мұндағы Preview All сөзіне бассаңыз, барлық сертификат үлгілерін алдын ала көруге болады. Енді ең соңғы амалды жасау ғана қалды. Ол осы тесттің атауы. Сіз мұнда көрсеткен тест атауы сертификат бетінде де көрініп тұратын болады. Енді осы тестті тапсырып көріп, электронды мекен жайымызға сертификаттың келуін тексеріп көрейік. Ол үшін мына белгіге басасыз және тестті тапсырамыз. Енді электронды мекен жайымызға кіріп, сертификаттың келуін күтеміз. Келесі видео сабақта өзіңіз қалаған үлгідегі сертификатты жасау жолын көрсетеміз.